Сәлеметсіңдер ме? Екінші сынып оқушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нәтиже сабақ. Здравствуйте, ребята! Мы с вами завершили первый раздел. И сегодня у нас урок повторения. Мәтінді оқып аударайық. Давайте прочитаем и переведем текст. Әлібек, Саша, Анна және Әнел екінші сыныпта оқиды. Олардың ойыншықтары көп. Әлібектің қызыл мәшинесі бар. Сашаның үлкен күшігі бар. Аннаның қоңыр қонжығы бар. Әнелдің әдемі қуыршағы бар. Алибек, Саша, Анна и Анель учатся во втором классе. У них много игрушек. У Алибека есть красная машина. У Саши есть большой щенок. У Анны есть коричневый медвежонок. У Анель есть красивая кукла. Ребята, давайте запомним эти правила. Если слово заканчивается на эти буквы Х, К, П и добавляем мы окончания, которые начинаются на гласную букву, то эти буквы меняются. К меняется на Г, Х на Г, П на Б. Например, в слове «кышык» последняя буква К. Добавляем мы окончание И К у нас превращается в Г. Күшігі. Оның күшігі. Его щенок. В слове «қонжық» последняя буква К. Добавляем окончание К превращается в Г. И будет қонжығы. Оның қонжығы. Его медвежонок. В слове «доп» последняя буква П. Добавляем окончание П превращается в Б. Добы. Оның добы. Его мяч. Ал енді балалар, берілген сұрақтарға жауап берейік. А теперь ответим на вопросы. Әлібекте не бар? Что есть у Әлібека? У Әлібека есть машина. Әлібектің мәшинесі бар. Мәшине қандай? Машина какая? Машина красная. Также машина твердая игрушка. Мәшине қызыл. Мәшине қатты ойыншық. Сашада не бар? Сашаның күшігі бар. Күшік қандай? Күшік үлкен. Күшік жұмсақ ойыншық. Аннада не бар? Аннаның қонжығы бар. Қонжық қандай? Қонжық қоңыр. Қонжық жұмсақ ойыншық. Әнелде не бар? Әнелдің қуыршағы бар. Ребята, заметили? Здесь у нас есть слово «қуыршақ». С добавлением окончания Х превратилась в Г и стала қуыршағы. Қуыршақ қандай? Қуыршақ әдемі. Қуыршақ қатты ойыншық. Ал енді сурет бойынша сұраққа жауап берейік. Әлібек нешеде? Әлібек 8-де. Әнел нешеде? Әнел 7-де. Саша нешеде? Саша 8-де.
Анна нешеде? Анна 7-де. Енді бұл не, бұл кім деген сұрақтарға жауап береміз. Ребята, что отвечает на вопрос «был не» и кто отвечает на вопрос «был кем». На вопрос «был не» отвечает здесь лев, заяц и медведь. Это в казахском языке. В русском языке они отвечают на вопрос «кто это?». Начнем. Дедушка на какой вопрос отвечает? Конечно же, был кім. Был ата. А лев на какой вопрос отвечает? Был не. Был арыстан. Был кім. Был әже. Был не. Был қоян. Бұл кім. Бұл қыз. Бұл не. Бұл аю. Жақсы балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.